Достар, сәлем. Бүгін сіздермен сочник дайындайтын боламыз. Ол үшін майды ерітіп аламыз да, осылайынан үстіне 2 үлкен қасық қант, 2 үлкен қасық сметана қосамыз, 1 жұмыртқа қосамыз, сосын 1 кішкене қасық қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басып, және мына қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда барлық жаңадан шыққан видеоларды сіз бірінші болып көретін боласыз. Енді ұнымызды қосып, жақсылап отырып араластырамыз. Достар, видеоны көрген соң астына міндетті түрде комментариймен бөлісіңіздер, және де түсініксіз жері болса комментарийға сұрақ қоюларыңызға болады. Міне тестамды елеп дайындап алдым. Дәл осы видеодағыдай жұмсақ, жақсы теста шығады. Енді оны 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Сосын біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбеге 1 жұмыртқа және де қант қосып, жақсылап отырып миксерлейміз. Не көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ, біркелкі болып шығу керек. Енді біз жәнегі холодильниктегі тестамызды шығарып, бірнеше бөлікке бөліп аламыз да, сочнигімізді жасауға кірісеміз. Міне бірнеше бөлікке бөліп алдым. Енді оқтаумен осылайынан жайып, арасына жәнегі дайындаған сүзбемізді саламыз. Тура осы видеодағыдай етіп жасайсыздар. Достар, осы видеоны құрбыларыңызбен, жақындарыңызбен WhatsApp, Telegram чаттары арқылы ссылкасын жіберіп, осы рецепті бөлісуге болады. Міне барлығын осылайынан дайындап алдым. Енді үстіне жұмыртқаның сарысынан жағып шығамыз. Духовканың ыдысын міндетті түрде майлап алыңыздар. Міне біздің сочниктарымыз дайын болды. Енді бұны духовкаға 25 минутқа пісіріп аламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай сочнигіміз пісіп дайын болды. Сіз де осы рецепт бойынша жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Жасаған соң міндетті түрде астына комментариймен бөлісіңіздер. Сәттілік сіздерге!